Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз мына тапсырмаға қайта шолу жасаймыз. Себебі осы тапсырма бойынша келесі тапсырмаларымыз орындалатын болады. Scarf, шарф, belt, белдік, watch, қол сағат, mirror, айна, candle, шам, remote control, қашықтан басқарылатын құрал, яғни пульт, pot, гүл отырғызатын ыдыс, горшок, broom, сыпырғыш. Next task is study sport. There is given grammar structure to be plus verb 3 or verb ed. Also, there is given structure to be used for. For example, a pencil is usually made of wood. Қарындаш әдетте ағаштан жасалынады. It's used for writing. Оны жазу үшін қолданған. Келесі тапсырмада is made of деген осы құрылымды қолданамыз. Is made of мысалға wood. Ол ағаштан жасалған. Is made of plastic. Ол пластмассадан жасалған. Is made of metal. Ол металдан жасалған деген сияқты. Қазір осы бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Және it's used for, яғни бұл writing, it's used for writing. Бұл жазу үшін қолданылған. Дәл осы сияқты қып, қазір осыған байланысты тапсырмалар орындайтын боламыз. The first sentence, it's made of plastic. Бұл пластмассадан жасалынған. It's used for changing channels on the TV. It's used for, яғни бұл не үшін қолданылады? Соны айтамыз. Бұл changing channels on the TV, яғни теледидардың каналын ауыстыру үшін қолданылады. Яғни сіздерге бір подсказка for деген сөз үшін деген мағынаны білдіреді. Яғни не үшін қолданылады? Теледидардың каналын ауыстыру үшін қолданылады. Келесі be бағанындағы сөйлемге қарасаңыздар, it's made of metal or plastic. Яғни ол металдан және пластмассадан жасалынған. It's used for telling the time. Яғни бұл уақытты айту үшін қолданылады. Яғни бұл бізде watch, яғни қол сағат. Next sentence. See, it's made of leather. Яғни бұл былғардан жасалынған. It's used for keeping trousers up. Бұл шалбарды жоғары ұстап тұру үшін қолданылады. Яғни бұл бізде belt, ремен. C екінші суретпен сәйкес келеді. D, it's made of clay. Бұл саздан жасалынған. It's used for planting flowers in. Яғни бұл гүлді отырғызу үшін қолданылады. Яғни бұл бізде pot, яғни гүл отырғызатын горшок. D жетінші суретпен сәйкес келеді. E, it's made of wax. Яғни бұл балауыздан жасалынған. It's used for lighting a room. Бұл бөлмені жарықтандыру үшін қолданылады. F, it's made of wool. Бұл тоқыма жіптен жасалынған. It's used for keeping you warm. Бұл сізді жылы сақтау үшін қолданылады. Яғни сіз жылыну үшін қолданасыз деген сөз. G, it's made of wood and straw. Яғни бұл ағаштан және саваннан жасалынған. It's used for cleaning floors. Бұл бөлмені, яғни еденді тазалау үшін қолданылады. H, it's made of glass. Бұл шыныдан жасалынған. It's used for checking your appearance. Бұл сіздің сыртқы келбетіңізді тексеру үшін қолданылады. Яғни бетіңізді, шашыңызды, киімдеріңізді көру үшін қолданылады. Exercise 8. You should write in 3 minutes each task. First task. 3 things that are made of plastic. Яғни 3 затты атау керек. Пластмассадан жасалған. Plastic bottle, remote control, and toys. Second task. 2 things that are used for writing. Яғни жазуға арналған 2 затты ата деген, енді бірнеше заттарды жаздым. Pen, pencil, chalk, marker. 2 things that are made of wood. Ағаштан жасалған заттар. Desk, door, chair. 3 things that are made of metal.
door, watch, dishes. Exercise 9. Let's play, яғни ойын берілген. Teacher says that pot, and another people say that a pot is usually made of clay, and it's used for planting flowers in. This game is continued like that. Бұл ойынды сыныпта жұптық жұмыс ретінде, яғни диалог ретінде қолдансаңыздар, спикингге өте көп пайдасы тиеді. Ал достар, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызға осы видеоны бөлісіп қойыңыздар.